Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн. Тауықтарын жеймін, суын беріп отыр. Ау, болды, бердің ба? Балам. Ана бәрін салмайсың ба, өзіңнен бәрін білдір. Короче, жем мына жерге, суы мына жерде, жем суын бәрін осы жерден ішеді. Ана есік ашық тұрады. Мына есік жабылады, короче. Так, мына жерде жем тұрады. Ертең Алла болса, ана жерде туатын, туғызатын витаминдер бар, соның бәрін мына жерге қоямыз, тауықтың витаминдерін бәрін. Акбіл, түгел, витамин бәрі осы жерде тұратын болады. Ендігісі. Мә, сал, соқ жерлеріне сал, болды, алып бермеймін енді. Так, витаминнің бәрі енді осы жерде тұрады. Қыстыққа дайындық қой біздікі. Мына ішінде нелері бар. Қыста беретін жемдері бар, витаминдері нелері, соның бәрін анда қоямыз. Сосын сұрап отыр ғой, біреу туғызатын жемдерді айтшы деп. Міне, мына несушка дейтін бар, здравур. Осыны бересіздер, тауықтарыңыз ойланбастан жұмыртқа туады ғой. Но әрі кетсе, енді тумайды дейтін тауықтың өзіне бір аптадан кейін нәтижесін шығарады. Ал жалпы бір туып, бір тумай жүрген тауықтардың нәтижесін бір 2-3 күндікте уже береді. Тауықтарыңыз күнделікті күнде 2 жұмыртқаны күнде туып тұрады. Так, сосын мынандай бар. Анандай болмай жатса, мынаны алып беріңіздер міне. Бұда тоже несушка. Міне, мынау да жақсы көмектеседі тауықтарға дейтін. Мына енді бір алып қоясыздар. Ана артында бұлардың өздерінің барлығының нелері бар. Қандай кальцийлері бар, ішінде қандай не береді тауыққа. Міне йод дейді, мед дейді, марганец дейді. Короче, сондай өзінің қыртым-шыртымдары бар ғой. Міне несушкаге 1 грамм дейді. Бройлерге береді, цицаркаге береді, индюк уткаге береді, қазға береді, короче. Смело ғой, бере беруге болады. Мынау Россиядан шығады. Мынаны білмеймін, қаяқтан шығатын. Иә. Короче, солай. Так, мынаны ашып қойын. Бүгін воскресенье күні болғаннан кейін уборка жасап жатыр, қораға полный. Так, сосын қазірден бастап айтып қойын. Енді қазір уже қыстың басталуына 1-2 ай қалды ғой. Қазір опилка жинаңыздар. Ертең қысты уақытта опилка қымбат түсіп кетуі мүмкін. Қазіргі уақытта опилка кішкене арзанырақ. Сосын жем арзан. Қазір бидай, куриный рацтар 2400-2500-ден. Бидай қымбат, енді куриный рац мысалы 2400. Бидай алғанша куриный рац алыңыздар. Қазіргі таңда менде енді бізде Оралда куриный рац кішкене болмай жатыр. Мен өзімнің жем алатын жерімде. Сол себепті біздер бидай беріп жатыр пока. Все, әзірге осы. Келесі видеода көріскен.